to'xtamay biz başım smol жаққа баратыр. Аңсарым айдаған қырсыңыздар. Ойбой! Табаса дегенде бақытта. Жаңа жегілген ғой. Морковча салатты. Соны алып қайтамыз. Без макияжа. Уже макияжмен жүрген қапымша. Без макияжа өзімді бір ауыр сияқты сезіп тұрмын. Құдай сақтасын бір ғой. Реально, бірақ шынымен әбіржіп тұр ғой тұрмын екен. 2 күн бойы ауырып жаттым. Только жаттым ғой. Что-то ерте айтып қойған сияқтымын сіздерге. Белім қайтадан кішкене ауырып тұр. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Аллах тағалам бүгінгі күндеріңізге берекені үйіп төгіп беріп қойсын. Бізден тек қана әрекет, қалғаны Аллахтан. Енді таңғы әрекетімізді біз неден бастаймыз? Ясин сүресінен бастаймыз. Енді бір нәрсе айтайын сіздерге. Мүмкін біріңіздің үйіңізде осындай Ясин сүресі деген осындай кітапша болуы мүмкін. Егер бар болатын болса, дәл осыдан оқысаңыздар болады, өте ыңғайлы. Жоқ болатын болса, үйіңізге жақын жерде кез келген мешіттің қасында жаңағыдай діни кітапхана деген болады өзіше. Сол діни кітапханадан Ясин сүресінің кітапшасы бар ма десеңіздер, осыны береді сіздерге. Осымен оқысаңыздар да ыңғайлы болады сіздерге. Егер менде ешқандай кітап жоқ дейтін болсаңыздар, телефонда сажда деген программа бар. Сажда деген программаны тартасыздар да, ішінде бұрышында ішін ашып ақтарыңыздар. Аягөз сажданың ішіне таппай атым, бір таппайтын ештеңе жоқ ол жерде. Кәдімгі четкий ясасай. Сажда программаны тарту керек, оны оқу керек, үйту керек, бүйту керек. Зачем? Әлемлеп азғырады. Соған азғырылып, жаңа жып-жылы төсегіңе барып жата қалма. Керек па? Ризығың артқан керек па? Берекеңнің артқан керек па? Онда таңда көзіңді аша салып, Ясин сүресін міндетті түрде не істейміз? Оқимыз, аузубилляхқа құрып кетер деп. Егер де сен Ясин сүресін оқымай, жылы төсегіңе барып жата қаласың ғой. Сөйтіп тұрасың, бір 11-де тұрасың ба, 10-да тұрасың ба, тұрғаннан кейін саған енді не істейді? Аузубиллях келіп, ойбой, енді не істейсің? Ақшаң жоқ қой қалтаңда. Кредит келатыр жақында. Қалай төлейсің деп сені не істейді? Жоқшылықпен қорқытады. Жоқшылық керек емес па? Саған баршылық керек па? Берекеңнің артқанын қалайсың ба? Ризығыңның, ақшаңның көбейгенін қалайсың ба? Жылы төсегінен тұрда Ясин сүресін міне таң намазында тұрда оқы. Міндетті түрде. Түсінді қой, бұл бүгінгі біздің бірінші тапсырмамыз.